Ахмет Байтұрсынұлы, егіннің бастары. Әкесі баласын алып, егін алқабына келеді. Екеуі алқапты аралап, әр егінді қарап жүреді. Әбден пісіп, бастары дәнге толған бидайлар төмен қарап, егіншілерге иіліп тұрғандай көрінеді. Солардың ішінде жалғыз бір бидайға баласының көзі түседі. Әке, мына бидайға қараңызшы. Басқаларды менсінбегендей басы неге көкке қарап тұр? Оның артықшылығы неде? Әлде басқалардан дәні көп пе? Деді. Әкесі баласына қарап, балам, түріне қараптан қалма. Төмен қарап тұрғаны кемшілігі емес, керісінше иіліп тұрған бидайдың дәні көп. Сол себепті олар төмен қарап өздерін баптап өсірген диқаншыларға алғысын айтып тұр. Ал мына бидайдың басында дәні жоқ болса да, көкке қарап кекірейіп тұрғанын байқапсың. Өмірде де тура сондай тәкаппар адамдар кездеседі. Ондайларды халық ұнатпайды. Мұндай мінезден бойында аулақ ұста, балам, деді әкесі.